Түлкі мен қырғауыл ертегісі. Бір күні түлкі қалың орманды аралап келе жатып, ағаш басында отырған қырғауылды көреді. Жақындап келіп: «Сәлем, қырғауыл, қалың қалай?» деп сұрайды. Қырғауыл: «Жақсы, өзіңіз қалайсыз?» дейді. Түлкі: «Жерге түсіп сөйлесек қайтеді?» дейді. «Кәрімін, бір құлағым естімейді». Қырғауыл болса: «Жерге түсуге қорқамын. Жерде неше түрлі аң бар. Бізді жеп қою мүмкін» дейді. Сонда түлкі: «Әй достым, қазір заман өзгерген. Жаңа ғана естіп келдім. Ешкім зорлық қылмасын. Қой мен қасқыр бірге жүрсін. Түлкі мен ит бірге жүрсін» деген жарлық шығыпты дейді. Қырғауыл: «Жақсы хабарыңыз бар екен. Мына жақтан иттер келе жатыр-ау сірә. Оларға да хабарыңызды айтып қойыңыз» депті. Ит деген сөзді естіген түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнелді. Қырғауыл: «Әй, түлкі батыр, қайда барасың? Жарлықты ұмытып кеттіңіз бе?» дейді. Сонда түлкі: «Кім біледі, олар бұйрықты естімеген шығар» деп айқайлапты қашып бара жатып. Мінекей осылайша менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар. Достар, келесі жылы қандай ертегі тыңдағыларыңыз келеді? Жазып кетіңіздер.